Мен бір шоу программам бар, идея. Болельшіктерге арналған. Мысалы, Ақтөбе мен Қайрат Үнейма, давай ол екеуін салыстырмай ақ қойықшы. Өйткені кәдімгі соғыс болып кетеді. 6-7 күшті бағдарлама жасап қойған. Оның барлығы ютубта шығады. Ютубта шығады. Может, сенің каналың ютубында шығады. Может, Ермаштікінде шығады. Қатысыңыз бар. Сериал біз бәле жақсы. Офсайд жақсы сериал, бірақ жаңағы оны заблокировали деп. Бірақ бірігіп тапсақ та ешнәрсе етпейді ғой. Өзіңдікінде жүргізе бер. Бірақ менімен бірге де жұмыс істесей. Тут сені обсуждать етіп біздің подкастқа сен уже бүйтіп отырасың да, менеджер менің қатемді айтпаса екен. Енді салыстырады ғой, АПЛ барлық анан қараймыз, мынаны қараймыз. Ол футболды сүю өте оңай. Қазақ футболын сүю өте қиын. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман vibe. Ассалаумалейкум, құрметті достар, Аман Вайп YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазір бүкіл клубтар енді каникулға кетті деп айтайықшы, бірақ біздің жұмыс жалғасуда. Біз биылғы өткен Қазақстан Премьер-лигасын қорытындылаймыз, және бүгін бізде ерекше қонақтардың бірі Ақылбек Досжанов, еліміздегі ең үздік продюсердің бірі, және биылдан бастап Ақылбек Досжановтың компаниясы осы Қазақстан Премьер-лигасындағы әрбір ойынды, тіпті бірінші лига, әйелдер лигасы барлығын түсірген болатын, және Ақылбек аға бүгін бізге қонаққа келіп, осы маусымды бізбен бірге қорытындылайды. Қош келдіңіз, Ақылбек аға. Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Қалайсыздар? Барлығы жақсы. Енді бірден бастап кетейік. Ақылбек аға, жалпы біздің Қазақстан Премьер-лигасына қалай, жалпы біздің футболға біз білеміз, футболды жақсы қарайсыз, кезінде ойнағасыз, Реал Мадридтің фанатысыз. Бірақ дегенмен де биыл сіз Қазақстан Премьер-лигасының матчтарын түсіреді дегенде барлығы таңғалды. Неге? Уақыты жоқ маман, еліміздегі белгілі сериалдарды, кино түсірген маман кенеттен футболдан табылды. Біріншіден енді айта кету керек, футбол деген ол әрбір футбол көретін, футболға қатысы бар адамның ол бір несі ғой, енді бір арман сояқта болу. Маған оны біріншіден мен Супербол деген жобаға қатысқанда түсірдім, продюсер болып түсірдім. 2 жыл соны ел аралап, одан Өзбекстан бар, Қырғызстан бар, барлығын жасадық. Бәрі күшті болды. Содан кейін біз осы 2-ші жыл неғылған кезде, Шымкентте ақтық ойын болған кезде, кәдімгідей үлкен не жасадық, эфир жасадық. Сол кезде біз полностью как КПЛ-дің несімен, форматымен түсірдік. Сол кезде маған қызық болды. Содан кейін осыны нәрсені маған айтқан кезде, біріншіден футболға деген қызығушылық, екіншіден көмек болсын. Неге осындай нәрсені қазақтың балдары істемейді? Неге біз жасай алмаймыз? Неге біз әрдайда, мен негізі шоу-бизнеске, телевизияға, сериалдарда бастағанда бәрі сөйтіп басталады. Неге бізге келгенде бір шоу жасаған кезімізде бір Украинадан, немесе Москвадан, немесе басқа шетелдің азаматтарын шақырып түсіртуіміз керек? Неге біз деген сұрақ көп болады да менде. Сондықтан мен басынан нөлден бастағанды өзім жақсы көретін адам. Сол үшін осындай мүмкіндік болған кезде мен осы мүмкіндікті неге мен жұрттарға қаратуым керек? Жасайын, көрейін. Бәрі бірден басталып кетпейді, бәрі қиын болады, білем. Сол үшін Суперкубокты біз түсірген жоқпыз. Марттың КПЛ басталғаннан бастап кірісіп кеттік. Әрине қиын болды. Оны ашып айту керек, басында өте көп қателер де болды. Оның барлығын бізге дайындықтың да уақыты аз болғандықтан өте көп қателер болды. Бірақ көш түзелер дегендей 2-3 айдың ішінде орнына қойдық. Енді әлі де бар қате, әлі де нелер бар, бірақ менің өзімнің анализ жасағанына, өзіме ғана міндет алайын. Біздің командамыздың жұмысына байланысты қазірдің өзінде біз көптеген нәтижеге шығардық. Өйткені көптеген үлесіміз болды.
көп нәрсені түзедік деген ойдамын. Енді бар қате, әлі де жасау керек. Жұмыс көп. Өйткені футбол ол, жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, қыздар арасында футбол бұрынғыдай бәрі жиналып бір жерде ойнамайды. Әрбір қазір неге байланысты КПЛ-де ойнайтын команданың қыздар командасы болу керек, одан кейін жастар командасы болу керек. Олар бұрын мысалы бір жерге жиналып ойнап, биікке келіп та, бәрі сол жерде турнирді өткізіп, бір турды өткізіп кетіп қалып, қайттан сол жерде. Ол оңай болатын еді. Ал қазір әр стадионға бару керек, әр неге бару керек. Сосын жаңа өзіме мақсат қойдым, қыздар деп қарамау керек, екінші лига деп қарамау керек, бірінші лига деп қарамау керек. Енді КПЛ-дің жөні бөлек, бірақ оларға да қатты өзгеріс керек болды. Өткені осы уақытқа дейін 2 камераға түсіріп келген, біз бірінші кездері қызық болатын, жаңа Қайсардың жастарын, жаңағы немесе қыздарды түсіруге келген кезде біз 5-6 камера көтеріп келатқанбыз, оның бәрін не істейсіңдер дегендей жан-жағымызға қарайды. Иә, сондықтан көп жұмыс жасалды. Графика жағынан да басында қате болды, үлгермедік. Ол шынымен оны болельшіктердің, жаңағы фанаттардың көбісі жазды, менің адресіме көп деген жаңағы неше түрлі нәрселер келді. Бірақ сынды көтеру керек. Өйткені сынсыз болмайды, оның бәрін қабылдап, соған қарсы жұмыс істедік. Нәтижесі болды деймін. Өйткені YouTube арнасында қазір көптеген көрсетілімнің саны өте мықты. Жаңағы жазылған подписчик дейді ғой, соның подписчиктің де өсу, динамикасы өте қатты өсті. Жаңағы шортта өте жақсы шорт бізде дамыды. Сондықтан әлі жұмыс істеу керек енді. Бірақ нәтижеміз бар, нәтиже жақсы. Мен енді осы кезде айтатын, енді әрі қарай біз не істей аламыз деген сұрақты сенен күтемін. Қоямыз, асықпаңыз, Ақылбек аға, асықпаңыз. Биылғы нәтижені мен өзімнің 5+ демеймін, бірақ 4+ке біз өте жақсы жұмыс істедік деп айтамын. Енді көрдіңіз ғой, соңғы ақтық финал деп айтса да болады, Қайратпен Астана ойнаған кезде біз және Суперкубоктың кубок Қызылордадағы финалға біз 14 камерадан камера қойып, жаңа өзіміздің немізбен жаңағы ұсынысымызбен Қайраттың да несін Астананы жаңа 14 камера қойып түсіріп едік. Қандай бәрі керемет болып, ешкім бізге звондап неге деп айтқан жоқ. Енді сондайға жетуіміз керек барлық КПЛ-дің ойындарына. Енді бірінші, екінші лиганың жаңағы мен неге оны атап өттім, өткені адамдарда қызығушылық пайда болды. Мен енді жаңа динамика өсті дегенде, мысалы, екінші лиганың өзінде кемі 1000-1500, 2000 адамға дейін көреді. Өткені өздерін. Солай бізде жаңағы мәдениет қалыптасады. Солай көрерменіміз көбейеді. Сондықтан YouTube'ты биыл жасағанымызға мен өзім ризамын, өзім командама ризамын. Болашақта одан да жақсы жасаймыз деген ойдамын. Маусым басына оралсақ, сіз жаңа көп нәрсені үлгермедік дедіңіз ғой. Графика дайын болмады, дизайн дайын болмады. Бұл сіз және федерация арасында келіссөздер кеш басталғанына ықпал соны болды ма? Өйткені мен білем, сіз бірінші турды түсірген кезде сізде тіпті контракт болған жоқ қолдарыңызда. На честном слове түсірдіңіз. Қашан бұл сізге ұсыныс келді? Ақылбек, КПЛ-ды түсірге қалай қарайсыз деген? Ақпан айында. Енді арасын қараңыз. Ақпан айында біз дайындалып. Бірден келісім бердіңіз бе сіз? Кіммен ақылдастыңыз? Өйткені бұл енді білесіз ғой, футболда өте көп. Ешкіммен ақылдасатын уақытта болған жоқ. Біріншіден тек мен ақылдасқан өзімнің командаммен. Өзіміз біз істей аламыз ба, техника жеткізе аламыз ба, қандай адамдарды қоса аламыз, қандай режиссерлармен жұмыс істей аламыз. Сіз білесіз, қазір футболдың технический жаңағы мамандар аз, өте аз. Оларды қайдан табамыз деген өте көп сұрақтар болды. Бірақ енді шүкіршілік жасап, өзіміздің жаңағы қайсарлығымызды көрсеттік десек болады. Енді ондай келіп тұрған жаңағы неге ой жоқ, біз дайындалуымыз керек деп, ендігі жылы деп айта алмаймыз ғой. Ендігі жыл көрейік, біз үлгерсек деген ол. Мен шынымен бүкіл жұмысымды сырып қойып, шүкір бас продакшнның жұмыстары қазір жасалынып жатыр, ояқта продюсерлеріміз бар, ол рельске қойылған, кәдімгідей өзінің объемы бар, жұмысы бар компания болғаннан кейін мен мына толықтай 100% басыммен кеттім, өзім қасыма бас продакшннан бір баланы ертіп, қалған толықтай жинап жасадық.
YouTube менеджерлерін, жана графический менеджерлерін бәрін. Енді сол команданың арқасы шыны керек. Солар айтты, істейміз деді, істедік. Бір жаңағыдай үлгермей қалған, немесе эфирде біздің кесірімізден эфир болмаған жағдай болмады. Соған тәубе дейміз. Сондықтан енді бізге айтылғаннан кейін тапсырма, біз енді тапсырма деп қабылдап қалған адамбыз ғой. Тапсырманы берді, біз жасадық. Хейтке қалай қарадыңыз? Бірінші, екінші, үшінші турда да болды. Ойбай, мынау бас продакшн деген осы ма? Қайта жаңағы блюр, камералар дұрыс емес, дизайн нашар. Хейт деген өмір бойы. Өйткені сіз енді білемін, сіз комментарий оқисыз. Конечно. Бүкілін оқисыз. Енді шыны керек, мен біріншіден қанымызды үйреткенбіз ғой, екіншіден бізде қалыптасқан бір әдет бар да, сен қатты жақсы тауып алсаң да, қатты күшті нәрсе жасап атсаң да, бір нәрсені тауып алатын нәрсе бар. Өзің сен біліп тұрған ішіңде дүниеде, мысалы, мына жақта қайнап атқан жұмыста, шыны керек, анау интернеттің мысалы кейбір кезде свет ондай да жағдай болды, стадионда свет болмайды. Қостанайда болды ма? Иә? Өшіп қалды. Қостанайда өшіп қалды. Жоқ, Қостанайда интернетті қиып кетті. Қазір күлемді, ана жан-жағыңнан звондап атады ғой. Сен не только федерация, не только там КФФ, или комментатор өздері сияқты, немесе журналистер, ана не істер деп атқан, звондап атқан кезде телефонды алып жауабыңыз деп айқайлағым келеді. Қазір енді комментаторға қарап, мен сол 2 ай, 3 ай кәдімгідей ұйқысыз өмір сүрдім. Шашымда біраз ағарып кетті, нервімде біраз кетті. Енді халықтың айтып атқан бір жағынан дұрыс қой, енді біздің қателікті айтып отыр. Бірақ бір жағынан менің кінәм емес, бұл жерде жалғыз мен емес деп айқайлағың келеді да, қабылдайсың. Тұрып біраз ашуланған кездері болды, команданы қырып жіберген кездері болды. Өкінген кездер болған шығар. Өкінген, неге бүйтіп жатырық, неге. Бірақ мойныңа алғаннан кейін сен жаңағы сылтау қылып отырып, бізде мынандай болды деген менің нембес, стилімбес. Сондықтан тырыстық, бұндай комментарийлер болмауыш, азайтуға тырыстық. Ол болады, біз азайтуға тырыстық. Сол 3 ай қатты тиді. Шын айтайын, қатты тиді. Бәрін тастап кеткенде келетін уақыт болды. Өйткені оның бәрін ашып қазір айтуға біріншіден уақыт жоқ, екіншіден оны бескі қазба сияқты мен оны көміп тастадым да. Сондықтан көрсетемін әлі сендер. Өйткені көп нәрсе енді бізде менің басымнан осы қанша жыл осы сериал түсіріп келе жатырық, қанша бағдарлама түсіріп келе жатқан кезде басында көп нәрселерден өттік бізде. Өйткені именно біз қазақтар деп бастаған кезде бір поддерживать еткен ешкім көрмейсің. Бәрі салыстырмалы тұр. Енді қараш, КПЛ-ді Бундеслигамен салыстырып комментарий жазады да маған. Просто алып дегін келеді, сен қайда Бундеслига? Тем более немістер, да? И сондай ситуация бізде сериалдарда көп болады. Мысалы, патрульді түсірген кезде, ой, бұл интерн сияқты, ой, бұл қаяқтан бұндай, біз қазақтың менталитетімен түсіріп, ондайдан өттік та, біраз нәрсе комментарийді мен өттім. Мен шын айтайын, осы кезде менің де команданың балдары бір жақсы нәрсе, қазір Трецк деген күшті болатыр, ойбай, Трецкке жолағым келмейді, шынды айтайын. Бір нәрсені өзімізге нығып алғанбыз. Біреуге бір нәрсе жазсаң, ол деген ай-шай жоқ, суда отырған диванный критиктер ұра береді екен. Оны іздеп, тауып, миыңды ашытып, қажет просто үндемей қойсың. Просто мен шын айтайын, маған сынды, точно, өзің сияқты звондап, немесе кім жаңа сендерде комментаторлар ұқсап, аға, неге мынандай болып жатыр, бір түсіндіріп жіберші деп неғылған адамдардың қателігін түсіне білесің. Ол өте ауыр, сонда да түсінесің. Айтасың, кешір, мынандай болып жатыр, өткені менде оған технический жетпей жатыр деп түсіндіресің. Немесе адам ғой енді, адамдардың кейбір кезде ауырып қалатыны бар, замена бір повторчик, осы повторчик болса екен деп жаңағы соған дұға жасап жүрген повторчик ауырып қалады. Ауырып қалады. Оның орнына келген қасына отырып алып өзің анадан деген. Енді өттік қой.
қазір ойлаймын осы уақытқа дейін енді соның арасында сөйтіп үлгермей жүріп соның шайқастың арасында өзімізге бір 10-15 специалист дайындап алдық, үйреттік, әлі де дайындаймыз. Өйткені бізде мамандар өте аз. Тем более региональный деген нәрсе жан-жақтан ол өте қиын да, қызығушылықтары аз. Мысалы операторлардың қызығушылығы футболға аз, техниктердің, өйткені оларда әбден облыста жақсы жұмыстары бар, оларды тарту. Өйткені шыны керек бәрін Алматыдан жан-жаққа тарата беру, ол өте үлкен расход. Сондықтан кейбір кезде пайдаланасың, жұмыс істейміз. Қазір енді барлығы дұрыс болып, жоспар болып, әрі қарай біз түсіретін болсақ, өздеріңді шақырып, үлкен форум болады, комментаторлармен, операторлармен және көптеген техникалық технический мамандармен біз үлкен форум жасағымыз келіп жатыр. Ол форумның бірінші мақсаты бірігіп істейікші. Бірігу мәселесі. Федерациядан да адамдар болады, судьяларды да шақырамыз. Ол бірлік болмайды, тірлік болмайды. Басынан келген айтқам, жігіттер мақыл халық сынай берсін. Бірақ өзіміз бір-бірімізді түсінетіндей қылып, өзіміз бір-бірімізге түсіне алатындай қылып жеткізейікші, ұрыспайықшы, керіспейікші. Енді әрине жан-жақтан болды, бізге де жаңағындай неше түрлі хаттар келді, ұрысты. Енді бәрінен өттік. Нәтиже болды ғой енді. Сіз айтып кеттіңіз ғой, ақылбайға кадр мәселесі негізі біздіңді көрермендерге айту керек. Ол роликті футболды түсіру үшін бір камерамен жүретін адам сол түсіріп жүреді. Оның ар жағында өте көптеген жұмыс бар. Мысалға режиссерім бар, звукачым бар, повторщигім бар. Мысалға бір чемпиондар лигасының өзінде мен таң қалдым, кейде 5-10 адамға повторға ғана отырады екен. 5-10, каждый өзін чемпион лигасында 30-40 камера ғой енді бір ойында. Жоқ. Лига чемпионаттың несінде стандарт 17 камера. 4 повторчик. Енді технически. Енді 17 камераға ойлаңыз, 4 повторчик деген 4 теңгепті да. Біздің бауырларымызға 8 камераға бір повторчик да. Мысалы, соңғы Қызылорда мен Алматыны түсірген кезде бізде 2 повторчик. Бір қате болмайды. Өткеніне бір-біріне біреу дайындап қойып отырып, екіншісіне лақтырып, екінші режиссерге. Ол система ғой. Мен иногда түсіріп, ішін көрсетем, жай халық түсінсін, ол жерде жалғыз адамның көзі емес қой. Қанша адам, жаңасы өзің айтып отқандай звуктың қою да, қаяққа қойдың. Біздің кейбір кезде күлкілі жағдай, енді шыны керек, мен тағы да айтам осы мәселені ше. Біздің ютубтан футбол қараңызшы, стадионнан қараңызшы. Егер шынымен сен, мысалы, екінші лиганың Мақтаралдың болельшігісің ба, фанатсың ба, Мақтаралға барып, сол жерге барып, не қылшы, көрші футболды. Өте тамаша болады. Өткендей ситуациялар болады. Біз технически бәрін ұстап қоямыз. Қоятын жер өзден стандарттар бар ғой. Ол жерде 2-3 адам отырады. Анау деген кәдімгі аппарат қой, стадион жазатын. Сол отырып, шимшік шағады. Темекі шегіп отырып әңгімесі, ол эфирде кетеді. Түсінесіз бе? Ойда жағдай болды бізде ше. Біреу тұрады да аяқты деп айқайлайды. Содан кейін біз уже федерация айтып, мыналарды мына жерге қоймай-ақ қояйық, өткен адам жоқ. Сіз КПЛ-ді мысалы Қайраттың ойында деп айқайлап отқанда, любой мысалы лигаларда ойнаса, ол неге ішкі несіне өткен адамдар болеть етіп отырады да. Бізде пустой стадиондар барлық лигада. Кейбір даже біздің КПЛ-де де 2 адам отырады, өзінің эмоциясын айтқан кезде бәрі эфирге шығып кетеді. Ол деген дұрыс емес қой. Тем более біз қоғамдық жерде жаңағыдай болып сөздер айтуға болмайды. Сондай қызықтар бар. Қазір тағы да қайталап айтқым келеді, что футбол деген нәрсені өзінің тірілдей стадионға барып көрсе, оған барлық жағдай жасалынған, билеттер қымбат емес. Енді лига чемпионатты айтпай қойын, менің қатысым жоқ. Қалған мысалы іштегі футболдың бағасы кейбір бәрі тегін, сонда ішке барып, стадионға барып көрсе, тамаша болатын еді. Енді сіз стадион мәселесін көтеріп отырсыз Ақылбайға, бірақ жаңағы күшті картинка алудың несі бір жақсы жері, ол мықты стадион болу керек та.
мықты стадион, өйткені сол стадионда дұрыс қойылған камера болу керек, өзінің жаңағы аппаратурасы, қайда отыратын жері режиссерлардың. Бізде енді биыл енді қарап отырсақ, сол Астанадан жақсы ойында түсірілді, Алматыдан түсірілді, Қызылордадан бір түсірілді. Ең бірінші Ақтөбеден, Түркістаннан мысалы, жақсы картинкалар түседі, бірақ басқа жерлерден, мысалға, мен Жетісу стадионда болдым да, мен таң қалдым. Анау беговая дорожка жанында тағы бір 10 метрлік трибуна арасындағы жер, и сол камералар енді бір андай фокустар да болады ғой, дальний фокус, близкий фокус, ол жерде енді в априори сен күшті трансляция істей алмайсың. Оны түсіру үшін саған мықты аппаратура керек. Аппараттан бұрын мен жаңа стадионда неге Ақтөбе деп жатырмын? Стадионда кейбір қателік орындар бар, жаңа технически бізге стандартқа жатпайтын. Оны айттық, енді апсайтный зонада адамдар отырады деген сияқты. Бірақ Ақтөбенің бір күшті жері бүкіл матчтарында толықта. Болельщиктер кәдімгідей толық. И сенің ар жақтағы стадионыңның қисықтығы, мына жақтағы қалаңның жаңағы несі виді Ұлытаудағыдай ар жағында не болып жатқан пойыз өтіп жатады, немесе жаңағы көлде неше түрлі қарғалар жауып тастайды да. Ақтөбенің футбольный аурасы мықты. Енді понятно, Астанада әдемі, бірақ Астанада постоянно толық болмайды. Астананың егер шыны керек бір ойындар бар, қарасаңыз Астана пустой отырған кезде деп отырып не қылатындар. Сондықтан қайтадан неге келетін бәр мәселе болельщикте. Қызық футболдың қызығушылығы. Ол шоу ғой, футбол деген шоу ғой негізінде. Сондықтан ананың обсуждениесі, эмоциясын бәрін көрсетіп отырсаң, ол ешқандай қателік неге жауып кетеді адамдардың бәрі. Адам түсіресің да. Любой, как сен шын қазір мықты камера апарып қойшы, и пустой стадион болғанда не пайда оны? Үйде жатып алып көресің, ол даже өте пустой залға қарап отырған өте қызық емес. Біз мысалы шет елдерде, Европаларда көбінесе жаңағыдай адамдарды көрсетіп, шоу жасап, адамдар кейбір кезде тамақ ішіп отырған кейбір камералар соларға ғана жұмыс істейді. Адамдардың эмоциясына чемпионат мирада Хорватияның қызы мысалда аттар шығып кеткен, іздеп тауып алады, ондай мысалы күшті хайптар жасауға болады да. Қаяқтан жасайсың егер сен жарыс стадионының 1/3 толмаса? То Қайратта мысалы соңғы Жетісумен ойнаған предпоследний ойында Жетісумен толық болды, ол таң алар. Өйткені Лига чемпионаттан кейін Реал келді, мына адамдардың футболға деген футбол деген ол мейрам ғой. Кәдімгідей футбол мейрам, ол айтпа, ол шоу кәдімгідей мейрам. Адамдар семьясымен демалып. Мен бұрын Барысқа күшті таң қалатын, күшті футболда да осындай болса екен деп өйткені Астанаға қызығатын, мен Барыстың ойындарына келетіндім, толық болып тұрады да, бала шағасымен бәрі келіп, алдарына нелерін алып, клубқа қарап, кис камера қосқан кезде мейрам ғой. Әдемі ғой. Бізде де футболда да сондай болса четко болады да. Енді білмеймін, енді биыл 16 команда ғой. Оның ішінде қазір жақсы сөздер бар ғой. PR менеджер, SMM менеджер деген сияқтылар. Солардың жұмыс істеуі, агенттердің жұмыс істеуі, сол болельщиктермен, фандармен жұмыс істеу жақсы не болар еді. Бір-екі идея бар оған. Биыл көрейін деп тұрмын. Бір Ақтөбенің болельщиктерімен бір келіссөзге отырып, Алматының Қайратының болельщиктерімен сондай басқа командалар үлгі алады шығар деген ойда бір-екі идеям бар, биыл жасап көремін. Өйткені шүкір бәрі, бірақ енді бізге футболға әрі қарай пиар жетіспей жатыр да. Мысалы, тек қана подкасттар бар да, бір-бірінің қатесін алып, ондай емес, бізге более позитивный бір нәрселер керек. Өздеріңде мысалы келіп, футбол, неге біз келіп алып қателерді айта береміз, бір биылдыққа Дастан Сәтбаевтың футбол гол салғанымен бір нәрсенің қателігі, ананың қателігі, ана болды ғой. Басқа тема болған жоқ қой бізде. Дұрыс па? Сондықтан ондай нәрсені өзгерту керек, басқа көзқарасқа әкелуіміз керек. Адам мынандай ғой, сен мысалы өзің телевидениенің қасиеті ол. Адамдар не үшін телевизорды көреді? Не үшін оларды көрсете білу керек? Өйткені егер адам өзін телевизордан көретін болса, ол рейтингісі мықты болады да. Өйткені оның көршісі көреді, оның туысқаны көреді, айтады да. Сол сияқты стадионда сенің де мысалы әртүрлі қимылыңды көріп отырса,
о біз сен футболға барады екенсің ғой, сен сондай екенсің ғой деп айтып әңгіме болады. Бізге главное әңгімені жіберу керек қой. Осыны сіз өзіңіз қолыңызға алмадыңыз ба? Мысалға келесі жылдан бастап бізде мен тағы бір нәрсе байқағаным, жалпы Беларусь жәнегі ТВ-ларының программасын көресің, Ресейдікін көресің, оларда енді федеральный үлкен ақша, үлкен нелер, эксперттер, футболшылар барлығы 24 сағат әр күн сайын футбол туралы сөйлеседі. Талдайды, развлекательный шоу барлығы бар. Мысалға, бір матч өте ме, перерывта аша келеді, бірдеңке бір әдемі қыз, бірдеңке талдап, матчтан кейін бірден студияға барып, екеуі талдап отырады да, әдемі. Бізде ондай жоқ. Неге деп ойлайсыз? Именно сол футболды көрсететін арналар бар ғой, әрине, бар. Бірақ не на должном уровне ол. Даже сол YouTube трансляция кезінде, мысалға, ойынның басында 3-4 қойып қой, комментаторларды, эксперттерді, Лига чемпионы бізде болады. Кәдімгідей айтып, бір разгон жасап, қызықтырып, мүмкін біреу сіздің енді қолыңыз ұзын ғой. Біреу актер келіп, бұл жылдың басында жазылған концепция бар. Айтып отырмын ғой, идеялар ол жетіліп тұр. Бірақ жаңағыдай бірінші уақыт бірден жаңа кіріп кеткеннен кейін оған уақыт болмады, оны жөндеу жүріп, мынағында біз біріншіден бізге де сенімшілік аз болды ғой. Енді қазір данный момент ана жылғы жасалынған, мен қазір даже телефонды ашып беріп көрсете аламын, қандай программалар дайындалған, қандай декорациялар сызылып тұрғаны, бәрі дайын тұр. Ал қаласақ, енді биылғы планды жоспарым осы бір апта, 2 аптада бүкіл сұрақтар шешіліп қойылса, біз өздеріңмен бірге жаңа 1-2 жігіттермен тағы да ақылдасып уже командалардың сборынан бастап түсіріп бастаймыз бағдарламаны. Одан кейін судьялар жайлы бағдарлама бар, өте мықты. Тамаша. Оны қазір айтып өтіп жасамағаннан кейін ол дүние болмайды да, жасап айту керек та. Бір нәрсесі бізде айтып отырмын ғой, айтып аламыз да, содан кейін анаған ақшаны қалай тауып, анау, ой, аналар қол қоймай қойды ғой, ой, анау сөйтіп отырғым келмейді да. Негізі 6-7 күшті бағдарлама жасап қойған. Оның барлығы YouTube-та шығады. YouTube-та шығады, может, сенің каналың YouTube-да шығады, может, Ермаштікінде шығады. Мен әлі, ол неге олай? Мен бәрін мен деген, құдай сақтасын, олай болмау керек. Түсіндім. Екеуміз ақылдасамыз. Я требую, ты делаешь. Дұрыс па? Бірақ айтамын, соответственно, сен менің ойымдағын жеткізе алсаң, почему оны сен неге істемейсің? Мен өліп қалам ғой, бәрін істеп жүремін. Менде семьям бар, менде басқа жұмыстарым бар. Оның бәрі менікі деген болмайды. Сонда бәрі басынан айтқан судьялар бар, жаңағы вар судьялар бар, жаңағы трансляцияның жұмыстары бар, делегаттар бар, комментаторлар бар. Бәріміз бірігіп жасамағанша ол болмайтын дүние. Қашан қайтам, ол бір сен қазір келіп, сен YouTube каналың мынандай деп мен саған ұрсып кетсем, сен басынауың нешіне шақырдым, бір нәрсе ойланып қаласың да. Сенің де бір, мен қазір саған басқаша айтып жатырмын. Давай бірігіп жасайық. Давай сен бағдарлама, зачем саған бір интервьюде отырып, дұрыс па? Давай бағдарлама жаса. Не идеяң бар? Давай мен мысалы не только клубта барып аналардың ойындарын, товарский ойындарын түсіріп қойды. Жоқ, мен оларды егер кәдімгідей бір концепция жазып қойдым, соны қазір реттеймін. Мысалы, кім Қайсар ұшып бара тұрма Турцияға, или там білмеймін, қаяққа сборға баратындар Қытайға бара ма, қаяққа бар. Мен қазір соған қаражатсыз деп жатырмын. Өткен қаражатты маған ешкім бере қоймайды. Қайсармен келсем, бірақ менің сағат 12-де маған 2 футболисті бересің. Неге? Менде андай кәдімгідей олармен интервью емес, жаңағыдай ойындар көрсетіп, халыққа жалғыз футбол қызық болмайды. Олардың жаңағы қалай демалып жатқаны, қалай тренировкасы қызықмайды. Артынан развлекательный жаңағы бір нәрселер жасауым керек. Оның бәрін қазір ашып ойбай, мен давай елдер мынандай жасаймын, менде ведущий кім болады, Дидар болады, или там Әлжан Асқар болады деген айтқым келмейді еш нәрсе. Қолына алам, бірінші бекітсін, идеяны айттым, бекітіп алам, идеяны саған айтам. Маған қосатының бар ма? Сен маған қарағанда футболды мықты білесің. Айтасың, аға, мына жерде футбол үшін лучше волейболға келеді. Мына жерде алып тастайық. Сосын редактор етеміз да, командамен барып түсіреді. Менің ойымдағыдай түсіреді. Неге жұмыс істемеске? Жұмыс істейміз, өйткені
бір командамен жан-жақты бірігіп істемеген шейін ол ешқашан болмайды. Жаңағы подкасттар өте көп, әртүрлі подкасттар отырып алып, жоқ, подкастты біз қайта азайтып, басқа бағдарламаға бір қадам шаг жасауымыз керек, бір қадам жасауымыз керек. Сол кезде біздің ойымызда жаңағы өрісімізде өседі, команда аналар әбден үйреніп қалған. Бірақ ол жерде цензура болады ғой. Айта алмайсың ғой өз ойын. Неге айта алмас? Соны неге біз айта алмаймыз ғой деген өзіңе не? Мысалы, бардық, примерно Туранның несіне. Да? Бізде бір күшті специалист болсын. Осындай неге сборда қалай ойлайсың? Дайындықтар дұрыс па, неге дұрыс? Адамды алып жатыр да. Сенің қасыңа, мысалы, кімді жібердік? Бір футболдың Айбек Қабылша деп айтады. Жібердік та, и айтады, менің шынымды ойымды айтсам, мен тренерден мынандай келіспеймін. Ол қыз қой. Ертең ренжімей ме клубтар? Неге біз өз футболистерімізді береміз, и сосын сіздер бізге неудобный сұрақ қойып отырсыздар, и мысалға бапкерді бір непрофессионал деп айтып отырсыңдар. Жоқ, біз сырттан айтамыз, сырттан адам аламыз да. Жоқ, ол непрофессиональный деп айтуға болмайды. Біз қалай дамимыз? Егер біреудің ойын біреу тыңдамаса. Бізде сондай ғой футболда. Біреу туралы айтсаң, футболда емес, бүкіл біз соған келуіміз керек. Неге біз тек қана тредспен, жаңағы тиктокта, немесе инстаграмда ойларын жаза аласыңдар? Сол үшін бізде комментарийлер жазатындар көп. Өйткені біз ашық подкаст жүргізе алмаймыз, ашық программалар жүргізе алмаймыз, ашық интервью жүргізе алмаймыз. Ол біздің қате. Ашықтық жоқ бізде. Своевременно. Мысалға бір күшті құпия айтайын ба? Айтыңыз. Сенің бағдарламаңды деген, егер не үшін адам көреді деген сұраққа не аласың ба? Жауап бере аласың ба? Мен жауап бере аламын. Не үшін көру керек сен? Өйткені уақытылы интересный гостьтар, и мен бүкіл спикерлерге андай бір критика болады ғой, сол критикаға жауап беруге мүмкіндік беріп, открыть его видение. Ол открытый видео. Бірақ содан сенің бағдарламаңнан вывод жасайды дейсің ба халық? Жасайды, иә. Сол үйретесің ба? Иә, мен үйретем. Мен бір, например, қараңыз, допустим, кеше матч болды, да, бір трансляция. Бас продакшн полностью провалил. Мысалға, сіз ақталмаймын дедіңіз. Халық сізді, ойбай Ақылбек аға, не бұлау түсіре алмайсыз, барып сериалдарды, фильмдерді түсіре беріңіздер, сіз бізге керек жоқсыз дейді. Олар бірақ сіздің неге сіз олай түсірдіңіз, соны білу керек қой. Сол үшін мен сізді шақырамын, сізге мүмкіндік беремін. Ақылбек аға, кеше неге матч провал болды? Сіз айтасыз, бізді алдыда 5-ші минутта интернет өшіп тастады, там қалада срыв, там, не знаю, ана бір котельнада бірдеңке болып, свет анау-мынау деген өшіп қалды деген. Сіз келіп айтасыз, и халық оны түсінеді. То есть я хочу показывать, что футболда жүрген адамдардың барлығы бір миссиямен келді, и сол миссияға... Сол айтайын дегенім, енді сол біз просто жаңа басындағы трес, деген неге айттым білесің бе? Өйткені біз қазір телевидение арқылы, подкасттар арқылы, ютубтар арқылы біз халыққа қайта тәрбие беруіміз керек та, халықтың артынан жүрмеуіміз керек. Иә, дұрыс. Өйткені халық бұл жерде маман емес. Халық тек қана өзінің көзімен көреді, қателерді айтады. И то дұрыс емес, кейбір кезде қателерді айтады да. Сондықтан мен айтайын дегенім, мысалы сен бердің ба? Оған міне по факту осылай. Енді оны қалай жөндейміз, оны қалай істейміз, ол мамандар істеу керек. Просто кейбір кезде жаңа айттым ғой, 2-3 айдың ішінде ана сөздің жаңағы маман деген сөзден 4 қате жіберетін адамдар саған сын айтқан кезде ішің күйеді да. Сен еңбегің ғой. Просто халықты шақырамын да, андай қатты бір айтыңдар сынды. Бірақ егер сен точно по факту осы нәрсені білетін болсаң, маған бір жақсы осы маусым бойынша маған бір 5-6 бала мықты жазды. Личкіме жазды. Аға, мына жер дұрыс емес, мына жер мынандай. Мен мамандарым айтамын, мынау бүйтіп жазып жатыр өзім. Мына дұрыс айтады. Бізден қате кеткен. Ол мен өзің айтып кеткенде мен любой комментарийді оқып, мен деген нәрсені қараймын да, и одан вывод жасаймын. Біреу айтады да, неге доп қара емес, ақ дейді да. Зачем саған? Неге или құрамада білмей ананы шығару керек еді, анау бүйтетін еді, анау жаңағы мынау қақпашы тұрғанда 9 гол жібермейтін еді дейді. Откуда знаешь? Ондай фантазиялық нәрселерді алып тастау керек та. Шынымен, да, мынау дұрыс емес. Мынау дұрыс.
бөле аласың ба, дұрыспен айыра аласың ба, сол кезде жаз. Айыра алмайсың ба? Білмеймін, мен шын айтайын, комментарийге қатты өзім жазуға қорқамын да. Мен даже бір нәрсені жазып, мендікі дұрыс бола тұрса да, мен тексерем. Сосын барып жазам. Өйткені сенің атың бар, адамсың да, и сен жазғаныңа адам халық қарайды ғой. Под микроскопом қарайды ғой. Қарайды ғой. Сен қателік жібересің да, біттің ғой. Сондай жұмысқа жаңағы ашықтыққа клуб өкілдері дайын деп ойлайсыз ба? Мысалға. Өйткені біз енді дайынбыз. Үйретуіміз керек қой. Біз жаңағы бірден клубтарды жаңағы ойбай олар дайын емес, ойбай анандай емес деп қашпау керек қой. Просто үйрету керек қой. Бір-біріме открытый микрофон деген ол өте жақсы нәрсе да. Бір-бірімізде айтып, неге бізде қынжылып тұрады футболистер? Жаңа өткен өздерінің ойларын айтпайды да. Шынымен неге айтпайды? Бізде мысалы неге жалғыз бізде айтшы маған бір сұрақ. Как будто қазір бүкіл Қазақстан білетін футболистерді атап шықшы. Асхат Тағыберген. Ойнап жүрген ба или бітіріп? Иә, ойнап жүрген. Асхат Тағыберген. Енді қайраттың қазір барлығын біледі ғой, Астана футболшылары. Точно біледі деп ойлайсың. Иә. Жоқ, енді қараңыз, ана жол Ресейде де бұл сұраққа да бізді не жасаймыз ғой, анализ жасаймыз ғой. Ресейден өзінде не өтіпті? 200 миллион халық бар деп айтайықшы. Ресей премьер-лигасын қанша адам қарайды? Бір матч емес, там Спартак, Зенит емес, кәдімгідей Оренбург, Париенен деген матчтарды, ол жерде кім ойнайды, ол жерде кім жаттықтырады, және жауап 100 мың адам екен. Ютубтан кәдімгідей 100 мың адам қарайды. Енді бізде қараңыз, бізде 10 есе аз халық. Иә? 20 миллион. Біздің показателіміз бойынша 10 миллион просмотр болған, оның қаншама мыңы 29 мың ба постоянный пользователь бар. Постоянный 29 мың. Енді 32-ке көтерілді, бірақ ана время просмотрда десең, 29 мың адам бар. Енді ол да бұл күшті. Ол жақсы, енді жаңағы Ресеймен салыстырғанда ол өте жақсы нәрсе. Жоқ, менің айтайын дегенім, мысалы, сен қазір любой адамға бар да, Қазақстан футболистерінен кім тайсың? Дастан Сәтбаев дейді. Рас па? Рас. Неге? Өйткені ол раскрученный. Өйткені ол қалай раскрученный? Ойынымен, әрине. Ойынымен. Бүкіл жерде Дастан Сәтбаев. Иә. Пиары мықты. Инстаграм, Телеграм. Ол үшін жұмыс істеді. Иә. Дұрыс қой, иә. Ол қайраттың еңбегі. Еңбегі. Мықты ғой, иә. Дастан өзінің еңбегі. Енді қараңыз, бізде сондай нәрселерді жұлдыздарды шығара білуіміз керек. Бізде ондай жұлдыздар көп. Футболда. Біз не істеуіміз керек? Сондайды жаңағы айтқан, жаңағы не только критиковать етіп баразмайсың ғой, сен ойбай, сенің схемаң дұрыс емес деп нағыл айтпайсың, сен өзің оймен. Сол үшін жаңағы футболистерді жаңағы сборға барында да ол жерге барып, жаңағы адамның пиарын шығаруың керек та. Адам жұлдыз жасау керек. Оны біз білеміз қалай жасау керек. Сол үшін бізде әр стадионның, әр клубтың өзінің 200 жұлдызы болу керек қой. Мысалы, қазір Реал Мадридте кім жұлдыз? Енді ладно, Реал Мадрид дұрысты команда, Интерде мысалы, или там Арсеналда бар ғой өзінің мықты жұлдыздары. Дұрыс қой? Иә, бар. Соған ориентироваться етеді адамдар. Содан бізде қолтаңба алғысы келді. Мен жоқ демеймін бізде бірақ андай бірден есе мысалы Кенжебекті бірден айтпайды. Қалай мықты, жақсы ғой, мысалы мықты футболист қой. Иә. Кем емес тастан, просто не раскрученный. Көп бізде көміліп кетеді да сонысы. Сол үшін біз не только КПЛ, бірінші лига, екінші лигадан таланттарды жасауымыз керек та сөйтіп. Оны кәдімгідей жұлдызы. Сол кезде адамдар неге мысалы, қазір сен байқайсың ба тенденция бойынша бүкіл халық бір нәрсе болса жұлдыздардан сұрайды, рас қой? Иә. Неге анау жазбай атсыңдар, неге бүйтпей атсыңдар деп блогер мен жұлдыздарды неге? Өйткені они раскрученные. Как будто они ответственны на это. Олардың хотя оған дым қатысы жоқ. Жер мәселесінде болсын, жаңа бір этаж құлап атсын. Салық анау мынау. Бір нәрсе болса, Ерке Есмахан неге үндемей атсың? Жаңағы Мұзарттың жігіттері неге үндемей атсыңдар деп шығады да. Неге? Өте мықты бізде танымал адамдарда тек қана сондай. А егер футболистердің ішінен жаңағыдай жұлдыздар шығарсақ, олар да уже басқаша болар. Ол бапкер болуы мүмкін, иә? Конечно. Любой кісі болуы мүмкін. Любой. Оны біз қалай істейміз? Айтып, сборға барып. Ол не только сен біреудің минусын бар деп айтып отқан, сен дұрыс қатты минусы. Сол жерде ашық әңгіме шығару деген мәселе. Оны барып сен Қайсардың командасын барып, сендердің істеп отқандарың дұрыс емес, менің ойымша деп кетпейсің. Олардың командасынан ойлап, жұлдыз шығарып, олардың
жаңағы несін енді олар бәрі саған бүкіл схемасын айтпайды, өйткені бүкіл футбол командалар біліп қояды ғой. Сондықтан работать надо, жаңағы жұмыс істеу керек та аналардың, чтобы сөйлете біліп, экранға шығарта біліп, түрлерін көрсете беру, мысалы Қайсартан кімді айта аласың? Бірден түрінен таниды деп. Сен профессионалсың, бірақ түрін таниды деп. Халықтың ойымен айтшы. Айбол Әбікен. Во. Хотя интересный вратарь ғой, қақпашылары да. Қақпашы емес қой. Жоқ, мен қақпашы. Саладин. Да? Саладин местный. Иә, Саладин мысалы жақсы. Қақпашы ғой. Мен маған ұнайды мысалы. Бірақ оны шын айтайынша көбісі атында дұрыс біле бермейді. Жаңа айтқан өзің Айболды бірден айтады да. Вот, ол да жақсы, бірақ Айболдың да жаңа несін көтеру керек, рейтингісін көтеру керек. Оның бәрі қолдан жасалынады. Ертең күні ол рейтинг көтеріп Айболдың ойынын қарап, естественно, сіздің просмотрларыңыз көбейеді. Мысалы, Дастан қай жерге барады, кәдімгідей бала-шаға күтіп тұрады. Мықты емес пе? Мықты. Сондай бізде бір 10-15 жұлдыз болса, вот бәрі қолдан жасалатын дүние бар. Біз просто логически ойланбаймыз да. Біз төпей береміз. Анау қателесті. Сосын ең басты нәрсе, футбол болғаннан кейін ол жерде таза футболдың мамандары келу керек. Таза футболдың мамандары, таза футболды ашық айта білетін, соларды да шақыру керек. Оларды үйрете аласыз ба сіз, футболшыларды? Спикер болған. Өйткені қараңыз, Ресейде Аршавин, Радимов, кім сөйлейді, Быстров, көп спикерлер. Слуцкийдің өзі тренер болса да, біз оны сөйлегеннің плюсын көрсете білуіміз керек. Неге, мысалы, сөйледі ма, оны мысалы, тренерлердің арасында мысалы мықты сөйлейтін жігіттер бар ғой. Қайрат бар, мықты. Қазір Елдос та сөйлейді. Көп қой сөйлейтіндер. Бірақ енді футболистердің аша білуіміз керек қой. Ол аша білу деген қайтадан біздің бірігіп жұмыс істеп жақсы орта қалыптасу керек. Мысалы, қазір любой футболистті шақыршы 20-штың алдына. Сразу айтады, мен 20-шқа бармаймын, мен бітшім шығарады. Дұрыс па? Сенің де алдыңа келмейді. Өйткені сенің де жаңағыдай сұрақтарың бар. Оны мәпелеу керек басында. Басында тәрбиелеу керек. Футболистерге қорықпайтын жаңағы нәрселерді айту керек. Сосын ең бастысы клубтың дирекциясымен жұмыс істей білу керек. Клубтың дирекциясына айтуымыз керек. Адамдарды жіберу. Бізде бір нәрсе болса, бір нәрсе кемісіміз, минусымыз айтып қояды деп көбінесе клубтарды жібермей қояды. Дұрыс сөйлемей қалдым. Енді мен қараңызшы, Олимпиада чемпиондарының ішінен көшеде 100% кім таниды деп ойлайсыз? Көбісін таниды меніңше. Сен танисың, халық деймін. Илья Ильин. Давай, Илья Ильин. Бірінші неге Илья Ильин түсті, есіңе? Хайповый. Вот. Хайповый. Потому что Ильяның сол кезде чемпион болған кезде мен менеджерлермен, жаңағы психологтармен жүргенін көрдім. Ол любой неге барды. Любой жаңағы шоу программаларға барды, интервьюлерге барды. Одан кейін, конечно, Ерекеңді білеміз, Ермаханды, Шишиганның түрін білесіңдер ма? Қазір деп халықтасыршы, көбісі білмейді. Өйткені біз сен спортта жүргенсің, сен білесің да, халық білмейді. Обидно же. Түсіндім сізді. Баландиннің түрін кеше менің өзім мынау Баландин бес па деп, өйткені маған қызықтаймысқа келді ол. Сондықтан каждый клубтың несі, хотя бір-екі балаға жұмыс істеу керек. Бізге неужели мынандай мен қарсым, мынандай спортшылар сөйлей алмайды, спортшылар сөйлету керек, олардың ойын білу керек. Мысалы, ертең спорт біткеннен кейін оларды жұмыс істеу керек қой. Қазір деген сөйлемесең ешкім қарамайды. Көріп жатсың, бәрі соцсетиде. Олар бәрі ол қателесетін нәрсе бар, қателеспейтін кездер болады. Соған дайын болу керек болды. Екінші лигада да жұмыс істеуіміз керек. Бізде сендер қашан подкасттарында бірінші, екінші лиганы немесе қыздар лигасына обсуждать еттіңдер? Сирек. Вообще 0,1% деуге болады. Өткен сендерге ол қызық емес. Ол сендерге қызық болмаса, халыққа қалай қызық? Ол рейтинг жинамайды, просмотр жинамайды. Біз үшін оны жасата білу керек. Менде күшті идея болған қыздар лигасына, чтобы они не қылсын. Опять же, жаңа айтсаң, қаражат жоқ дейді. Мен сразу айттым. Оған мен араласпаймын, менің идеямды алып жұмыс істеңдерші. Мына жерде бар ғой, футболда бар ғой. Ойланып отырып істесең ше,
хайп деген жетіп жатыр ғой. Былай да былай. Оля непахана дейсіз ғой. Бұл жерде бар ғой. Ай деп жаңағы өзің жіберіп қойсаң кетеді. Осы жұмыс істеу керек, жұмыс істеу. Уақыт болса, ойымдағы нәрселерім жетсе, бір 3-4 жылдан кейін. Ай, дұрыс айттың. 3-4 жыл отырасыз ба деген сұрақ. Контракт жалпы қалай сізде? Мен оны енді менің арманым ғой, енді мен оны білмеймін. Маған ертең сен 3-4 жылға берді деген сенбеймін сізге. Әлде берді ме 3 жылға? Жоқ, берген жоқ. Бұл енді бұл сала маған өзіме де жаңа ғой, енді шыны керек. Алсақ, әрі қарай жұмыс істеуге өзім жұмысымның көрсетсем, мысалы, бұрын шыны керек, жаңа сериалды бастағанда да ешкім сенбеген бізге. Ешкім сенбеді. Бірінші сериал Вузер болды ма осы? Вузер. Бірінші сезон Вузерді мен кімге апармадым, ешкім алмады. НТК-ның бастығы Ақылбек, ладно, менде мынанша ақша берді, соған түсіре аласыңдар ма деді. Давай дедім. Соң есімде налогтың ақшасын қарызға алып төлеп. Бірақ бірінші сезон өмірде болмаған 4 рейтингді әкеп берді. Ондай қазір айтып отқан. Одан кейін енді болған шығар, бірақ ең бірінші жаңағы түзу жолда, түзу рейтинг жинаған біздің сериалда сразу жан-жақтан сразу енді екінші, үшінші сезонды берді. Одан кейін мен патрульмен қанша неге барып жүрдім. Өйткені патрульдің несі бойынша, синопсисі бойынша ол 31 немесе КТК көрсету керекті оны. Опять же, бәріне барып ешкім НТК тұрды. Әрі қарай мен уже папьяра, уже бренд, Баспроның бренді патруль Вузер ол. Одан қызықтаймыз. Қызықтаймызға енді жыл 15 жыл болды. Құтты болсын. Юбилей. Қараңызшы, бренд жасадық. Одан кейін өздері Баспродакшнда нелерің бар, келіңдер деген ұсыныстар алдық. Менің ойымда осы схемамен егер мен мынақта күшті жасасам, неге мен еш нәрсені бүлдірмей, әрі қарай дамытып, халықтың ризашылығына ашып, жұмыс жасап, неге маған бермеске? Беретін шығар деген ойдамын, мен білмеймін. Көбісі айтады ғой, Ақылбекпен жұмыс істеу қиын деп. Шамал несімен, может, сол. Әлі ресми созған жоқсыз контрактты? Жоқ. Білмеймін енді. Қазір, создым десем қаяқта, ертең жүрсең басын салып, талай нәрселер болған. Мысалы, қорқмаңдар, аласыңдар деп. Сосын барсаң уже болмай қалды дегенде. Сондай нәрсе, ол енді біздің уже тәжірибемізде өткен нәрсе. Пока қол қойылып, контракт болмағанша дейін, мен деп айта алмаймын. Әңгіме бар, береді деген. Келесі жылға енді жоспарларыңыз өте керемет екен. Ондай ол жаңағы задумкалар, идеялар негізі орындалса, бұл Қазақстан футбол үшін бұл бум болуы мүмкін. Ақылбек аға, 100%. Енді міне қараңыз, менің бірінші мақсатым барлығы бірігіп жұмыс істесек деген. Бірінші мақсатым. Жаңағы подкасттағыздар, сіздер Астана бар, Алматы, сіздердің де жаңа не жатқан көп нәрсені бәріміз бірігіп мынандай шығарып, жүгіріп жұмыс істесек, енді мен бәріне 100% деп айта алмаймын. Бірақ қаражат соған іздестіріңіз. Мен соған басымды ұрып, әркімнен іздесем, мысалы жасалған дүние болып жатса, ол мысалы бұл деген любой нәрсені сен де өзің менсіз ақшаңды тауып жүрсің, дұрыс па? Мен де сенсіз ақшаңды тауып жүрмін. Бірақ бірігіп тапсақ та еш нәрсе етпейді ғой. Өзіңдікінде жүргізе бер. Бірақ менімен бірге де жұмыс істесей, күшті болады ғой. Сосын енді ең басты нәрсе, біз көп халыққа ұнау үшін жақсы нәрселерді көрсете білуіміз керек. Жақсы жағын, жақсы нәрсе. Мысалы, кейбір командалар жақсы форма шықса, осыны айта беруіміз керек. Немесе біз ондай мен кейбір кезде шетелдің несін қарап отырам, вот он одел розовые бутсы, на чем это говорится, а там это бутсыны обсуждать. Біздің подкастқа сен уже бүйтіп отырасың да, мен қатемді айтпаса екен. Мен туралы айтқан жоқ болды. Мен туралы айтты десең, подкасты қайталап, айналдырып көресің да. Қай жағын айтты екен деп ше. Лайк басасыз, мен айтпаса. Мен бәріне лайк баса берем. Даже әр комментарийге баса берем. Лайктан ренжітпейтін адаммын. Жоқ, Ақылбек мойындау керек. Биылғы КПЛ матчтарының трансляциясы әлде қайда жоғары болды.
Мен білем ғой, былтырғы трансляциялар қандай камерамен түсірілген, тойда жүрген камерамен ала салады да, футбол түсіре салады. Сіздің талаптарыңызды білем, федерация қойған талаптарын білем. Екі таңдай қалай түседі, бір зумный камера бар ғой, соны қойдырады екенсіз. Өйткені бізге де комментатор жүргізгенге ана футбол кісі көрінбейді, андай бір свет болып қалады, кейде Қызылордада Палас арена дейді ғой, енді көрінбей қалады. Соның барлығын енді сіз дұрыстатып, барлығын жұмыс жасап, несін жасап, итогын жасап, яғни выводын жасап, жақсы көрсетіп жатқанда мен қуаныштым. Және келесі жылды да сізді көргіңіз келеді. Өйткені биылғы жыл осындай болса, келесі жылы мен білетін бас продакшн Ақылбек Тошанов болса, одан сайын одан күшті қылып етуге тырысады. Енді мен шын айтайын, трансляцияға тағы да бір күшті идея қостым. Айтсаңызшы. Енді федерация егер бізге оған рұқсат берсе. Рұқсат емес. Ақша? Енді мен ақша деп қатып қалмаймын, бірақ оған сәл мен сіздер мен деп айтпаймын, просто бір идея тастадым, қолдап жатқан сияқты, федерация қолдау керек. Бізде центральный орталық матчтар болады ғой. Иә, матч тура. Соларды 12 камерамен түсірсек деп ше. Жаңағыдай кәдімгідей. Енді ол әр команда келеді ол матч тураға. Бізде Елімайдың стадионы жақсы, Астананікі жақсы, Қайсар күшті стадион салды. Түркістан Ордабасы. Ой, Түркістанда жақсы еді. Алматы. Ақтөбе. Осыларда, мысалы, Ақтөбе, мысалы, центральный матч болып жатса, күшті болып түсірсе ше. Сөйтіп, біз оны көріп, көзімізді үйретсек, әрі қарай басшылықта қолдайды деген оны, ол кезде бәрінде не қыласың да. Соған жұмыс жасау. Мен даже қазір бәріне деп айтқым келмейді. Неге? Сіз өйткені кейбір стадиондарда 8-ден артық қоя алмайсың да. Мүмкін емес. Ол қойғанмен де пайда жоқ. Мысалы, Атыраудың стадионына барып 15 камера қойып тастасаң, тым өзгермейді. Или Ұлытаудың стадионына. Или тағы не бар, мысалы, қазір ертісте көтерілді ғой, ертіш. Жоқ, мысалы, даже Таболдың өзінің стадиондарына реттелу керек. Сондықтан бір идея, екінші идея, қазір енді маусым басталмағанша дейін жақсы ойларыңыз бар стадионға байланысты. Соны қолдап жіберсе, өткені бағана өзің айтып кеттің ғой. Әр қаланың өзінің климаты бар да, өзінің ауа райы өзгерді. Кейбір режиссерлар отыратын жерге ше. Условия нашар. Қаңылтырдың ішінде отыру. Енді күннің мысалы 40 градус ыстықта Семейде немесе Қызылордада ол деген кәдімгідей. Я түсінемін, ақша төлеп жатыр, не түсінемін, бірақ енді өзімізге комфорт жасауымыз керек қой. Негізі любой нәрсені дамыту үшін комфорт жасауың керек қой. Мысалы, комментаторларды сол жерге апарып қойшы. Ойбай деп шығады ғой. Жүргізбеймін, көрінбейді, суы тұра алмайсың, отыра алмайсың. Не бар маған ол жерде деп ше. Сондықтан әрбір адам команда өзіне комфорт жасаса, бәрі жақсы болады. Кейбір кезде мысалы төбеге шығып операторлардың QG-лигада құлады, білесіз. Бізден де құлады. Қайта біздікі без травм дейді ғой. Сондай жарақат алған жоқ. Аяқта жарақат алды. Ол кім жауап береді ертең? Мен жауап беремін ол. Сондай болдырмау үшін біраз жақсы. Енді жауап бергіздіреді ғой. Қайда кетесің? Бірақ енді сен соны түсініп, егер өздер мынандай да, адам өзінің жұмысына комфорт қойса, ол бәр клубта да өз сөйтіп ойласа, мен стадионым комфорт, күшті болса деп ойласа, бәр жақсы болады. Довольно келіп, довольно кетіп, хейттің қойдының кейін. Делегаттар да риза болады, Жафардың адамдар да риза болады да. Сол да комфорт жасай білу керек та. Әлі бар, көп жұмыс бар. Енді бұл сұрақты мен қоймасам, мен оқырмандарым ренжиді. Офсайд сериалы. Менікі емес. Сізге, мен сіз бар ғой Ақылбекға. Қатысыңыз бар. Сериал біз бәле, жақсы. Офсайд жақсы сериал, бірақ оны заблокировали деп. Ол енді. Айтыласыз ба ол туралы? Біреулер не дейді,
сәлем өздері шыны керек ол жерде Хайп. менің жаңа апсайт туралы мен ішкі дүниесін бәрін айтуға хақым жоқ. Біріншіден мен ол жерде продюсер болған жоқпын. Енді сіздердің түсінемін, өйткені Рүстем Омаров болғаннан кейін ол жаңағы маған қатысы бар деп ойлайды жұрттар. Біріншіден қатыса алмаған себебім сол кезде футбол басталды. Никакой офсайд, никакой бажа, никакой қызық таймс болып кетті. Екіншіден енді жаңағы ютубта не қылды анам, оны әлі білмей жатырық. Өз шынымен жұрттар айтады хайп үшін рас нәрсе, иә? Рас нәрсе, блок болып қалды. Түсінбеді кімнен келген ол. Енді ютуб мәселесін қазір мен қалай сындыруға болады, және оның жолдарын мен жақсы білем. Бірақ оны халыққа айтпай ақ қояйын, оны үйретіп бір басқа нәрсеге де может сондай бір жасалынды ма деген де ойды бар. Бірақ біз именно мен өзім сұрадым, именно жаңағы хайп үшін, раскрутка үшін, жарнама үшін өздері жасап тастаған жоқ. Блокталып қалды. Әлі негізі мынандай нәрсе бар ғой ютубта, өзіңде арнаң бар ғой, егер саған хейт келсе, ютуб 3 ай тексереді оны. Оны ашып тексеруі мүмкін, немесе жабық түрде. Сол үшін ол әлі жабық тұр, тексерілуде. Не үшін оны білген, өткен сәлем уже ютубқа жазды, бірақ именно өзі сәлем жауып тастады деген нәрсе жоқ. Сондықтан ол жерде кімнен, қай жерден деген ілік септігі ма, табыс септігі ма, мен білмеймін ол жерде. Сіз енді 1 жыл Қазақстан футболымен бірге өмір сүрдіңіз. Осы 1 жыл. Алла қаласа тағы да келесі жылы как минимум 1 жыл өмір сүріңіз. Өйткені бізге енді жаңағы сіз айтып кеткен программалар керек. Сіздің жаныңыз ашып отырғанын мен сезіп тұрмын, көріп тұрмын, оны халық та білетін шығар. Енді сіз айтып тұр ғой жаңа подкасттың басында. Алдыңыз, жасадыңыз. Қазір чисто хотите Қазақстан футболының деңгейін көтеруге, және сол жақтағы деңгей, АПЛ, Бундеслига дедік қой. Біздің елімізде де ондай деңгей бола алады ғой негізі. Әрине болады. Оған іште жүріп қандай бір не өзіңізге басты бір вывод түйдіңіз осы жылы біздің футбол жайлы? Ол туралы вообще вывод деген не? Мен мысалы мынандай ғой, жұмысты алдым ба, оның ар жағында не болып жатқан, мен өзімнің беделімді ойлаймын да. Мен 5 теңге алдым ба, 10 теңгеге алдым ба, шаруам жоқ. Бірақ мен ананың качествосын ойлаймын. Сол именно содан ертең ойбай, мынау басында айтты, бар сериалың сөр, құры кет деп. Бірақ соңғы 20-шы турдан кейін уже жұрттар қолымда алып Ақылбек деген кәдімгідей өзім ақша емес, ол ақшаның несі емес. Саған бір рахмет айтқан, ризалығын білдірген. Басқа дүние уже қалқып, чуть-чуть звездастай жаздадым. Бірақ орныма келдім. Вывод деген әлі жоқ. Шын айтайын, вывод жасай алмаймын әлі. Оны сен түсіне өткені вывод жасау үшін бір дәрежеге жеткен жоқпыз әлі. Мынандай дәрежеге жетіп. Бұл әлі мақтанарлық деңгей емес деп отырсыз ғой. Қайда мақтану? Айтып отырмын ғой, қазір ендігі жыл одан сайын қиын болады маған. Өйткені өзім салыстырадым. Өзіңмен айтқаныңмен салыстырасың. Өзіңе қойған тапсырмаңмен салыстырасың. Ана жыл мақыл, мен ойбай бұл жерде мен кешіріңдерші, мен жаңадан келіп жатқан адам ғой. Қаяқта сен уже опытың бар қазір уже. 1 жыл елді дүрліктірдің. Керегін мақтадың, керек емесін боқтадың дейді. Маған келесі жыл вообще уже егер беріп жатса, никаких интервью болады, никаких анау жатайын деп тұрмын, ана Турциясынан бастасам, сосын жаңағы форум, менің қазір форум деген қойып атқан мәселем, мынандай ғой, бізде бөлімшелік көп. Жаңағы аумақтың нәрселері, біреу спорт журналисті болсын, біреу жаңағы комментатор болсын, біреу блогері болсын, бәрін жинау керек бір жерге. Обсуждать етуіміз керек. Не анау басшылықсыз өзімізді, ойымызды неге жеткізе аламыз? Неге жаңа айтып отқан ашық дүниені айта алмаймыз? Сол жерде бәріміз. Операторлар жан-жақтан келеді. Режиссерлар жан-жақтан келеді. Сенің жаңағы мысалы кейбіреулер айтады, ой, мына режиссерді.
ол өзін ойын айтсын. Бүкіл сол 1-2 күндік форум жасағым келіп отыр. Қай жерде болады, қашан болады? Алматыда. Енді қашан болады деген нәрсе белгілі нәрсе ғой. Қашан мен егер қол қоям, содан кейін уже дайындалуым керек. Өткені қазір алып форум жасап алып, қайдасың? Мынаяқта біз айтып қойып едік. Сен айттың ғой, сен поддержка өзің кетіп қалдың ғой деп. Бір бүкіл жұртты кіргізіп алып өзің тайып отқандай боласың да. Сондықтан оның басқасында болуым керек. Мысалы, звондаймын, саған хабарласам, Дидарға хабарласам, Ермашқа сөйлейтін келе ма? 3 минут уақытың бар. Мінбеге шығасың ба? Давай. Режиссерлардан қандай қате болды, қалай біз болашақта істей аламыз? Оны біз тыңдауымыз керек бір-бірімізде. Блогерлер де тыңдасын. Мысалы, көбінесе жаңағы блогерлердің несі өздерінде бөлініп жүреді. Біреу орысшасы бар, біреу орысша, қазақша ол бөлек, региональный бір бөлек жүреді. Ана кім бар ғой, біреу тек қана Қайрат жамандайды, біреу тек қана Астананы неге өтеміз? Давайте бірігіп. Сол кезде күш болады да сенде. Күш болады. Бір тақырыпты бәріміз талқылай алатын уақыт болады. Сосын один из бір күшті ой деп ойлаймын, болельшіктермен жұмыс істеу. Мен бір шоу программам бар, идеям. Болельшіктерге арналған. Мысалы, Ақтөбе мен Қайрат ойнай ма? Давай ол екеуін салыстырмай ақ қойықшы. Өткен кәдімгі соғыс болып кетеді. Ақтөбе Елімай дей салыңыз. Жоқ, давайте Елімай Жетісу дейікші. Ойынның алдында болельшіктері келеді. Бұл енді бір глобальный идея бар еді, оған мен көп қаражат кетеді деп ойлап отырмын. Өткені жаңа төйлеспесін, жаңа идеологический нәрсе ғой, менікі бір-біріне сыйласып дегенде, просто бағдарламада өзінің командасын викториналық түрде қай болельшік жақсы біледі. Мысалы да, Елімай қашан кім бар шатасатын адамға өткен футболистердің өзі шатады. Сол кезде просто дружный, оның араларына бір-екі жұлдыздарды қосып қойып, сондай нелер шоу программа жасауға. Мен вообще ойым болған. Елімай мен мысалы Жетісу ойнай ма, солардың болельшіктері команда болып келеді да, бір ойынға бір 3-4 сағат қалған кезде өздері бір-бірімен футбол ойнап алады да. Төбелескендің орнына деген. Бірақ бұл неге бізге бұл өте үлкен жұмыс. Өткені бізде санаулы командаларда ғана ондай фан-клубтар бар. Қалғандарын көтеруіміз керек қой. Ол үшін аларды өнеге қылуымыз керек. Өнегені қалай көрсетеміз? Жаңағыдай бір-бірімізді боқтап көрсетпеуіміз керек. Басқаша түрін ойластыруымыз керек. Мысалы, Қайрат келген кезде ана көрді, бір нәрсе жеме деп айтты. Ол өте ұят нәрсе да. Ол футболдың әлемінде бар нәрсе. Қазір заман басқа. Қазір заңдылықты. Хотя сол болельшіктердің ішінде мен білетін мықты заңгерлер бар. Руководящий должностьта отырған адамдар бар. Енді қарашы, ол қазір мен білмеймін, енді ана даже орыстарда төбелесіп отқан жоқ. Көбінесе еститін ек қой. Мысалы, қатты төбелес болып жатса, или Англияда онда просто культурасын біз басқаша создавать етекші. Мысалы, Қайраттың болельшіктері Ақтөбеге келсе, олар өзінің қонақжайлығын көрсетіп, бір ат шапыстырсын, сөйтіп жарсын, ол просто әлі фантазия, да? Но мысалы, қараш, сен сондай Ақтөбе Ордабасында бар, фан-клуб, Қайратта бар, Астанада бар, солармен жасап отқан. Неужели Қайсардан болельшіктер оянбайды? Неге бізді шақырмайды деген. Сол кезде официально регистрационный фан-клубы болады, оларды тартасы, олар да өсе бастайды. Оларды тағы да бір қалай одан бизнес жасау керек деген нәрсені көп қой мәселе. Мына жерде бар, оны мен сенмен бөліспесем, басқалармен бөліспесем, мен оған қашан жетем? Дұрыс па? Дұрыс. Мен қазір ашықтан ашық айтып отырмын, потому что ол жұмыс істеліну керек. Бір мысалы қазір тыңдап отырған адам, аға менде мынандай идея бар, болельшіктермен деп келсе, маған күшті емес пе? Бізде ана административный группа бар, әр клубтың, олар вообще жұмыс істеймін, пиар, SMM-шіктер, тек қана сол Инстаграмға сурет салып қойып, бүйтіп теуіп отқан суреттермен ғана отыр да. Олар даже блогерлерге жауап беретін күші жоқ. Неге? Сондықтан өздерінің жаңағы біз бір коалиция болельщиков должны создавать.
давайте заңды түрде ол төбелесуге рұқсат жоқ қой қазір, білесіз Иә, бе? иә. Қазір басқа заң вообще қазір біреуді ұрып тастадың ба, саған кешірім берсе де сотталасың. Сол заң шықты да. А ондай заң бола тұрып, боқтауға болмайтын, ол мысалы әр болельшікті мысалы 28 мың адам 20 мың адамға штраф салып жіберіп жатса, ол өте футболға зиянды. Сондайға жетіспеу үшін, жетістірмеу үшін, жеткізбеу үшін біз алдын ала жұмыс істеуіміз керек. Біз мәдениет құруымыз керек. Футбол мәдениетін құруымыз керек. Бізде қашан стадион жиналады? Қандай бір Садрадин немесе Тұрарды немесе Иканы апарсақ стадион жиналады. Сол үшін бізге бірінші очередь футбольный звезда керек әр команда. Ұйымдастырылған фан-клуб керек. Әдейі ол съемканың көрсетілуі ол әр жақта қалады. Егер оның болып тұрса, даже болельшікменен требет ете алатын жағдайға келеміз да. Көрдіңіз? Бәрі жасалынып, уақыт беріліп, келетін орнына қойылатын дүние. Шын айтайын, Қызық Таймстың YouTube каналында 2,5 миллион подписчик бар. Бір күнде жасалған жоқ ол. Қаншама еңбек Еркебұлан мен Мараттың основной еңбегі анау ше, қалай адамдарды ұстап тұру керек, қалай біз де сөйтіп жұмыс істеуіміз керек. Біз мысалы мен қазір YouTube каналым тоқтап тұр, мен соған жынданып жатырмын да, қашан не істеуіміз керек. Неге түктер шықпай отыр деп па? Иә. Дұрыс. Постоянно активный болу керек қой, мысалы. Конечно. Документальный фильм, Вот, иә. А енді мысалы ол документальный фильм, оның да идеясын жазып қойдым әр командаға. О чем? Біз мысалы Елімайға Елімайды не туралы түсіруіміз керек, Қайсарды не туралы түсіруіміз керек, Ақтөбе не туралы, оны да документалысын жазып қойдым. Мықты. Оның әр қайсына келе беріп жетіспей жатыр, менеджерлер жетіспей жатыр, адам тыңдағысы келмейді кейбір адамдар, сондай нәрселер бар. Егер біз кәдімгідей жаңағыда шынымен футбол дамысын, шынымен бізге қарасын десеңше, біз бірінші өзімізден бастауымыз керек. Егер шынымен болельшіктер барып қолайсыз неде отырып, бірақ күнде бара берсе стадионға, акиматтар жын емес қой. Мыналарға не? Ай шынымен қарашы, пустой футбол, не істейсіз ғой, ақтап болса да адам жоқ дейді да. А сен күнде барып атсаңшы, салат көзін қарайды. Соның бәрін логически ойланып, дұрыстап жасап жолға қою керек. Болды. Бірге жасау керек. Бірге жасау керек. Неге мысалы, до сих пор мынандай, мен мысалы Атырау облысына мен таңғаламын ана стадионына ше. Значит, ол жақта футболға интерес жоқ дегенсіз. Егер мысалы халық көтеріліп не жаса деп айтпаймын. Футболға бара берсінші. Сол кезде анау Басшылыққа сұрақ қойды ғой, иә. Почему? Неге бізде осылай? Футболда қарасаңыз, біз айтамыз мынаған, қаншама халық келіп жатыр, сыртына сыймай тұр, а стадион неге мұндай деп ше. Түсіндің ба? Ол жақсы, биыл Қайраттың лига чемпионға өтіп, жаңағыдай күшті буым жасағаны, футболға күшті не болды? А бұл ендігі жыл болмай қалса не істейміз? Қайттан өшеміз ба? Қайттан ұйықтаймыз? Вот сол үшін ұйықтатпау үшін өзімізбен жұмыс істеуіміз керек. Бізде қандай футбол болса, сондай футболды көтере біліп, соған жан-жағына дайындала беруіміз керек. Біз егер бір-бірімізді ұрып, бір-біріміз футболистеріміз жамандай берсек, олар ешқашан не қылмайды. Елімай мысалы лига неге өтті, конференцияға, Астана өтті, Тобыл өтті да. Қандай керемет да, Семейге жоқ дегенде кім келеді? Лига конференцияның кімдер келеді анау? Айнтрахт деген сияқты. Примерно сондай командалар да. Ну это же күшті. Кім келсе де просто лига кубоктың, Еврокубоктың несін сезінді, атмосферасы. Атмосфера сезіледі ғой. Мысалы Қарабақтың істеп жатқанын қарасаңдаршы. Неге біз сондай істей алмаймыз? Әрбір сол үшін мәдениет керек. Мысалы Елімайға да біз поддержка беруіміз керек, Астанаға да күшті поддержка, Тобылға да поддержка беруіміз керек. Ол кезде жұмыл поддержка етіп жатсақ, біз не обязательно мен Тобылға барып болеть етіп кету. Олардың болельшіктерін ояту. Бір оятып алсақ ертең, олар қызығады, сосын требовать етеді. Неге бізде бүйтіп қалды? Іште неміз конкуренциямыз мықты болады. Түсіндім. Болельшіктер болса
Картинка да жақсы болады. Ой, Картинка жақсы конечно. болса, футболдың деңгейі жақсы болады. Футбол Әрине. КПЛ мықты деңгейде болса, ұлттық құрамаға да әсер етеді. Сен мысалы ше футбол көріп келдің, эмоцияда келдің. Үйіңе барғанда да айтатын әңгімең бар ғой. Сол иә. Келіншегіңе де айтасың, бала шағаңа да айтасың. Әңгіме болу керек. Досына айтасың, бардың, ертіп Әңгіме. кеттік. Бізде не керек? Әңгіме. Әңгімені, жақсы әңгімесін айта білуіміз керек та. О жағынан қадірамыз. Эмоция. Ой, өсекті өлтіреміз ғой енді. 30-те бірыңғай қазақтар отырған. Басқа іш мен өсек деген нәрсе басқа жақсы жағынан айтсақ, күшті болады. Бізде өткені тіліміз мықты. Біз бүйтіп отырып, ана айтқан кезде айналып келген, мысалы бір күшті история айтып берсек, айналып келген кезде ол сағаншы вообще біздің Басқандай күшті болып келеді ғой. Сол сияқты сенің айтқан мықты эмоцияңды білдіре білсек, жиналады. Жұмыс жасау керек. Сосын жаңағыдай өкінбей керек. Мен просто риза болған анандай Ақтөбе болельшіктерінше Астанада кубокты сұртты ғой, бірінші суперкубокты. Жаным ашып кетті ана жерде отырып қалған кезде ше. Қандай мықты келді ғой. Кәдімгі республика бойынша соларды әңгіме қылды. Ол еңбек қой. Мен сыйлаймын оларды. Мен енді Ақтөбенің болельшігі емеспін. Сол жерде болельшігі болып. Ұнайды сол болельшіктер. Болельшігі болып, неге менің командам онда емес деп ше. Сондықтан оларды кім үлгі бола алады, бірақ енді жаңағыдай нелерін алып тастап үлгі болатын жағдай ұсыныстармен барсақ, олар ақша істей білсе, қызықтыра білсе, басқалар қоянады. Қостанайың болсын, Жетісуың болсын, бәрі болельшік. Болельшік болған команда ол өлмейді. Болельшік команда. Өткені жаңағыдай әңгімені қоюымыз керек. Халықтың ақшасына жасалып жатқан футбол, анау-мынау деген қоюымыз керек. Біз жасауымыз керек футболды. Біз көтеруіміз керек. Ешкім жаңағы, мысалы, білесің ғой, қай жақтың футбол командасы мықты болады? Айтшы. Состав мықты. Жоқ. Енді қай жағынан смотря. Мысалы, әңгіме болады, бір кездері келеді да, бір команда күшті өсіп кетеді. Неге? Бюджет? Неге бюджет? Өйткені басшысы футболға қызығады. Бізде сондай да. Ол кетіп қалады, сосын қайта түсіп қалады да. Вот соған надеяться отыруға бола ма? Жоқ. Оған надеяться отыруға болмайды. Сонда өзіміз жасауымыз керек. Ақтөбе кейс сол ғой, мысалға, қай әкім келсе де ертеңгі күні ол не осмелится футболды қысқартуға. Конечно. Өйткені ол білет, халық бар. Халық бар, халықтың тарихы бар. Кейбіреулер сомен күн көрсін. Қаршы, Қайсарда күшті стадион салып қойды ғой. Ертең ана Қайсардың не стадион толмай жатса, ішің ашиды ғой. Әрине. Әкім салып берді, үкімет салып берді, бірақ жаңағыдай біздің ақшамызға бір нәрсе деген емес. Енді соны біз өзіміздің ақшамыз болсын, өзіміздің ақшаны алып тастайықшы, ниетімізбен көтеруге болады оны. Қайсардың атрибутикасы, Қайсардың несі. Баяғыда есіңде ме? Мен қайттан Барысқа кетемін ғой енді. Басқа шынымен Қайраттың да формасы сатылып жатыр ғой қазір. Иә, әрине. Сатылып жатыр. Иә. Сатылып жатыр. Жақсы баға сатылып жатыр. Иә, 35 мың дейді. Иә. Бұрын маусым басында 17 мың болды. 35. Екі есе көп. Енді сол мысалы предел ма? Содан асып түсу керек. Сондай немен егер фан-клубтар жұмыс істесе, біз стадионға бармай тұрып, стадионның ішінде болып жатқан дүниені требовать етеміз да. Сен барса ішінде бірінші жүрсей. Мен бәрі футболист, болельшік болды деп кетіп жатқан жоқпын. Бірақ егер соған үлесіңді қосатын болсаң, жақсы нәрсе. Жақсы шығады. Ол енді қазір былай айтады кейбіреулер, ой, футбол біздің қазақтың ойыны емес қой, біздікі бокс қой дегенде ше. Ондай деп қарамау керек. Қазір мировой номер 1 чемпионат мира олимпиададан да мықты көрсетілмейді. Білесің ғой өзің. Сондықтан соған байланысты біз де соған тырысуымыз керек. Ол да бір дамудың. Біздің қолымыздан кескен нәрсе келеді ғой. Конечно. Особенно біреуден копировать етіп алу қазақта мықты келеді да. Сондықтан біз копировать ете берейік, ол жетеміз оған. Копировать ете берейік. Сол алып келейік. Біз өткені не только футболда копировать, басқа саланың бәрінде копировать етсақ қой. Ештеңе етпейді. Главный результат, главный нәтиже, главный балдардың қысқаша. Енді мысал, қазір кеше Реалдың келгеніне байланысты
қаншама детский бала нелері ашылып кетті. Иә? Бізде мысалы Қызылорда ел чемпион болып еді, штангисын. Қазір де мықты әлі. Сол. Өйткені соған жететін, соған не қылатын болды. Ал ол барлық аймақта болса, Ну, біздің футбол сонда Олимп чемпионатына шығамыз, сонда Европа чемпионатына шығамыз. Конкуренция болады. Жаңағыдай ешкім ауырып қалды, ана ойбу, ана ауырып қалғасын, біз шықпай қой, 3-4 футболистіміз. Ана Францияның составы бар, екінші составының өзі айбал ғой. Бәрі жылсырып отқан, шыға алмай отыр да, ешкімге ренжіп отқан жоқ қой. Мен 5 минут ойнадым, 6 ойнадым. Ақылбек, рахмет. Жұмысқа табыс тілеймін. Келесі жылы Алла қаласа жобаларыңыз көп болсын, нәтижелі болсын барлығы. Рахмет. Енді қазақ футболына үлес қосып жатқаныңызға мен рахмет айтайын сіздерге. Жанкүйерлер атынан, біздің бақ өкілдері атынан. Өйткені бұл өте ауыр жұмыс. Под микроскопқа қарайды, сындар да болады, олар бола береді, жақсы сөздер болады да, бірақ қазақ футболын сүю бұл жұмыс емес, бұл қалай деп мықты айтуға болады. Қазақ футболын сүю бұл білмеймін, өте қиын. Өте қиын, бірақ сен сүйсен, сен онда нағыз, білмеймін, біздің футболды салыстырады ғой, АПЛ барлық анан қараймыз. Ол футболды сүю өте оңай. Қазақ футболын сүю өте қиын. Міне, осылай айтсақ та болады. Рахмет сізге сол үшін. Сүйдірте білу керек, ашық болу керек бәрі біздің футболға. Ол бәрі өзіміздің қолымызда. Егер біз әдемілеп жасасақ, әдемі нәрсеге бәрі қызығады. Соны әдемілеп жасайық. Ақылбекға бүкіл комментарийді оқиды, сол себептен осы подкасттың астына өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Мүмкін приложение болса, приложение Ақылбекға барлығына ашық, дайын. Мүмкін сіздің проектіңіз даже да ертең күні жобаңыз өтіп кетуі мүмкін. Сол себепті жазыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Ақылбек Досжанов, Бас Продакшн, Эльдар Аманбаев, Аманвайп. Кездескенше. Бүгін бізде таза vibe. Кешегі өткен жағдай хайп. Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын. Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай. Бүгін бізде аман vibe.